Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 7-ші сынып 6-я барып қысқаша көбейту формуласының бізде 4-ші және 5-ші формуласы, ол бізге кубқа берген формула. 7-ші класстың кітабы 33-те 5-ші есепті шығарамыз. Екі мүшенің кубы түрінде жазыңдар дейді. Енді куб түріне келтіреміз. Бізде куб мүше берілген. Бірінші куб түрге келтірген кезде бастапқысына мән береміз и соңғысына мән береміз. Бастапқысында бізде x куб болыпты, мына жерде 1 болып тұр, басына и соңына мән береміз. X жазамыз. X куб деген қандай санның кубы? X-дің кубы. Енді қараймыз, мына жерде минус болса минус жазамыз. И 1 деген қандай санның кубы? 1-дің кубы. Онда 1-ді жазамыз да и кубты жазамыз. Келесі y куб дейді, и 1 дейді. Бұл да тура осындай y минус 1 болады. И сыртында куб болады. Мына жерде минус болғандықтан. Келесі 3-ші есепке қараймыз. 3-ші есепте бізде 8 и r-дің кубы дейді. Ортасына мән бермейміз, басына и соңына қараймыз. 8 деген қандай санның кубы? 8 деген 2-ның кубы. Мына жер плюс болғандықтан мына жерге плюс дейміз. И соңында r куб дейді. r куб деген қандай санның кубы? r-дің кубы. Онда r-ді жазамыз. Мына жаққа кубты жазамыз. Келесі 4-ші есепте басына и соңына қараймыз ғой. 1 дегеніміз 1-дің кубы. Мына жер азайту болса, мына жер азайту болады. Енді 8 куб дейді. 8 деген қандай санның кубы? 2-ның кубы. Кубдың 3 дәрежесі деген ол кубдың өзін жазам. И дәрежесін жазам. Енді келесі есепте, 5-ші есепте 125 деген қандай санның кубы? Ол бізде 5-дің кубы. И мына жерде минус болғандықтан минус жазам. А куб деген ненің кубы? А-ның кубы. Онда жақшаның сыртына кубты жазам. Келесі 0,8 дейді. 0,8 деген ненің кубы? Ол бізде 0,2-ның кубы. Мына жер плюс, онда плюс дейміз. R куб дегеніміз R-дің кубы. Осымен 33-те 5-ші есеп аяқталды. Келесі есеп бізде 33-те 6-ші есеп. Тура осындай есеп. Екі мүшенің кубы түрінде жазыңдар дейді. Енді бастапқысына қараймыз. А куб дегеніміз А-ның кубы. Мына жер минус. Енді 8 куб дегеніміз ол 2 В-ның кубы. Онда кубты жазамыз. Келесі тура осындай 27 дегеніміз қандай санның кубы? 3-дің кубы. М куб деген М-ның кубы. Плюс. Енді Н куб дегеніміз ол Н-ның кубы. Енді келесі есепте тура осындай 8 дегеніміз 2-ның кубы. R куб дегеніміз R-дің кубы. И плюс 36 дегеніміз қандай санның кубы? Мына жерде 36 деп тұр ғой, қараймыз. Мына жерде 36 дегенге қарамаймыз. Мына жерде 27 дегенге қараймыз. 27 кубдың 3 дәрежесі. Себебі мына жерде орын ауыстырып жіберген. Орын ауысқанмен өрнектің мәні өзгермейді. 27-ге қараймыз. 27 деген 3-дің кубы. Кубдың 3 дәрежесі деген куб. Енді сыртына дәреже жазамыз. Мына жерде қараймыз. X куб дейді. X-дің кубы. Y куб деген Y-дің кубы. И минус 8 дейді. 8 деген 2-ның кубы. Онда кубты сыртына жазамыз. Осылай есептейміз. Маған тіркеліп қойып басып өтпен. Сау болыңыз.